Меккеде бүкіл халықты дүрліктірген бір оқиғаның куәсі болдық. Қажылықта жүрміз. 2007 жыл елестетіңізші. Бір жай мынандай жеңіл көлікпен жас жігіт жолда қатты келе жатып, 30 тонналық су таситын водовоз КамАЗдың алдына встречный соқсатты астына кіріп кетеді. Ана мәшине астына кіріп кеткен жоқ мәшине. Қажылықтың кезінде емшиесі қатты жұмыс істемей ма? Дереу келіп, жаңағыны кранмен көтеріп жатып, болгаркамен кесіп жатып, жаңағы адам тұрмақ көліктен, адам тұрмақ шыбын тірі қалатындай емес, мыжылып езіліп кеткен көлікті кесіп, ішінен жаңағы шопыр баланы алып шықпай ма, жас баланы? Сөйтсе баланың бір-екі жерін бұлай сырып кеткені болмаса, балаға дым болмаған. Бала тірі қағаны бұлай тұрсын, тіпті баланың еш жері көзі жарылып аяғы сынбаған, дым болмаған. Бұл оқиғаны сол жердің дәрігерлері бірден ғұламалардың құлағына жеткізеді ғой. Сонда ғалымдар мынандай сұрақ қойыпты: бала қайдан келе жатыр еді деп сұрақ қойыпты. Сөйтсе бала оқуын бітіріп, жұмысқа тұрып, алғашқы айлығын алып, сол айлығына ата-анасына көл көсір сыйлық алып, соны табыстап, қайтып келе жатқан жолда болған екен ғой жағы бар. Сонда ғалымдар айтқан екен: осы амал алып қалды ол балам деген екен. Неге? Өйткені ағайын туыстар, Құранда Алла тағала үңгірге қамалып қалған 3 жігіттің оқиғасын келтіреді. Сол жерде біреуі былай сұрайды Алладан: "Я Алла, жаңбырдан тығылам деп үңгірге кірген кезде үлкен қас кеп жауып қалады да, сонымен үшеуі сол жерде өлетін болды деп ойлап отқанда, біреуі Алладан былай деп сұрайды: Аллахым дейді, мен ата-анама жақсылық істейтін едім." Мен қысқартып айтып отырмын. Аллахым, сол ата-анамаға жасаған жақсылығым Алланың разылығы үшін болса, мына үңгірдің есігін аш деген кезде үңгірдің есігі ашылып кетеді. Міне осы амалы үшін бағанағы бала авариядан тірі қалып тұр. Сол үшін мына келіндердің құлағына алтын сырға, келіндердің, ұлдардың құлағына алтын сырға. Қарызға баттың ба? Ата-анаңа жақсылық жаса. Қиындыққа тап болдың ба? Ата-анаңа жақсылық жаса. Жар таппай жүрсің ба? Ата-анаңа жақсылық жаса. Жазылмайтын ауруға тап болдың ба? Ата-анаңа жақсылық жаса. Себебі бұл ата-анаға жақсылық жасау деген адамды кез келген қиындықпен бәледен, тіпті адам сенгісіз қиындықтар мен аурулардан, апаттардан аман алып қалатын ұлы құлшылықтардан екен. Сол үшін Құранда Алла тағала маған және ата-анаңа шүкір ет деп, Алладан кейін ең үлкен жақсылық ретінде ата-ананы екінші орынға қойып, Алла бекерден бекер Құранда айтпайды екен. Сондықтан мінекей Қасымбектің бүгінгі жасап атқан ісі бұл ата-анаға жақсылықтың ең бір төресі. Сондықтан осы нәрсені қабыл етсе екен деп дұға қыламыз Алла. Амин.